Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Каналға қош келдіңіздер. Бұл видеода Pinduoduo сайттың өзімізге түсінікті тілде қалай аударамыз, сол туралы айтатын боламын. Бір емес, екі емес, бақандай 5 вариантты көрсетемін. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, менің жаңа видеоларымды көру үшін белгісін басып қойыңыз. Кеттік. Ең бірінші вариант ол мен өзім жиі пайдаланатын осы через клавиатура арқылы. Біз мысалы клавиатура орысшама, мысалы қазақшама жазсақ, ана поисковикке, Pinduoduoның поисковигіне автоматты түрде Қытай тілін шығарып береді. Мінекей, мен мужской кроссовки деп жаздым, мінекей осылай мужской кроссовкиларды шығарып берді. Өте ыңғайлы, мен көбінде осыны пайдаланамын. Ол үшін Play Marketке кіріп, Google клавиатура деп жазамыз. Google клавиатура жазған кезде осындай программа шығады. Осы программаны телефонымызға установить етіп аламыз. Установить етіп болған соң, мына жерде открыть дегенді басып, дальше мына жерде включить в настройках дегенді басамыз. Осы жерде сізде телефоныңыздың настройкасы шығарады. Мінекей, осыны қосып қоямыз міндетті түрде. Окейді басамыз. Сол кезде сізде осы программа сізде клавиатурада мінекей басасыз, мінекей осы клавиш таңдап қоясыз. Енді осы программаның настройкасын істейік. Мына жерде біз языки дегенді басып, бізге қандай тілдер қажет, соны қосып қоямыз. Мысалы, бізге қазір Қытай тілі керек, сосын енді мына жерде менде Қытай тілі уже қосылған екен. Сондықтан мен қазір сіздерге қазақ тілін қосуды көрсетейін. Добавить клавиатурада басып, қажетті тілді таңдайсыздар. Сіздерде мысалы китайский традиционный деген шығады, соны қосып алсаңыздар болады. Мен сіздерге пример ретінде қалай тілді таңдау керек, соны көрсетіп отырмын. Қазақ тілін таңдап мына жерде. Ағылшын тілінде қосып қойсаңыздар да болады. Ағылшыннан да дәл осылай перевод жазсаңыздар болады. Ертең добавить еткен тілдер осы клавишта сізде таңдаған кезде шығып тұрады. Қазір сіздерге осы программаны қалай жұмыс істейтінін көрсетейін. Мінекей, мына жерде поисковикке жазған кезде бізде клавиш шығады. Осы клавишті үш сызықты басып, перевод дегенді басамыз. Перевод деп басқан кезде бізде осындай шығады. Именно мына жерге сізге қандай тілде қажет. Мысалы, менде астында русский деп тұр, орысша. Мен бұл жерге, например, детский пижамы деп жазайын. Именно мінекей осы жерге жазасыздар. Сол жерде жазған кезде ана жерде автоматты түрде перевод жазып тұр. Соның қасына қызылды басып іздейсіздер, іздеуді басасыздар. Сол кезде мінекей көрдіңіздер ма, осылай сізге детский пижамаларды шығарып береді. Өте ыңғайлы. Дәл осы программамен біз ертең продавецпен де сөйлессек болады. Өте ыңғайлы, жақсы перевод жасайды. Қазір сіздерге продавецпен осыны қалай сөйлесу керек, сол туралы көрсете кетейін. Біз кез келген товарға кірген кезде осындай окошқа шығады. Осы жерде жүректің қасында тұрған 3 точкаға басамыз. Сол кезде бізде продавецке жазу деген шығады. 3 точканы басамыз, перевод дегенді басамыз. Мына жерде мына астында тұрғанға жазамыз. Ең бірінші амандасып алайық, здравствуйте деп. Дальше уже осы товардың салмағын сұрап көрейік. Мына жерде автоматты түрде сізге боттар жауап береді, сізге қандай көмек көрсете аламын деген сияқты. Так, мына жерде мен жазайын, сколько весит данный товар деп, осы товардың салмағын сұрап көрейік продавецтен. Мінекей, осылай перевод жасасақ болады. Мінекей, продавецке жазып жібердік. Ешқандай копировать ставить қолданған жоқпыз. Автоматты түрде переводтадық. Енді біз жаңағы продавец бізге нақты жауап беру үшін бізге товардың қандай түрі қажет, соны скриншоттап жібереміз. Мінекей, мына жерде мен мынау емес, мінекей, мына вариантты скриншоттап продавецке жіберейін. Мінекей, қазір скриншоттап алайын. Мінекей, скриншоттадық. Енді осы скриншотты бізге продавецке жіберу керек. Мінекей, жаңағындай жерге барып, жаңағы басқан жерді басып, мына плюсикті басамыз. Мінекей, сізге мына жерде автоматты түрде ботты жауап беріп тұр бұл жерде. Так, плюсикті басып, мына тұрғанды басамыз. И мінекей, мына бірінші тұрған бізден скриншотты жібереміз, чтобы продавец бізге нақтырақ жауап беру үшін. Енді продавецтің жауабын күтеміз.
өзіміздің жібергенді нақсап үстінен басып тұрып, бірінші тұрғанда басса копировать етіледі. Оны Яндекс переводчикке апарып салып, дұрыс аударды ма тексертсек болады. Так, каков вес этого продукта деп тұр, иә? Негізі смысл прям түсінуге болады. Мінекей, көрдіңіздер ма? Мен жаңа копировать етпей, осы клавиатураның өзінен перевод жасаған болатынмын. Жақсы жұмыс істейді. Мен в основном осы клавишті қолданамын продавецпен сөйлескен кезде. Осы арқылы продавецтен кез келген зат сұрасаңыз болады. Салмақты, бала қандай размер заказ беру керек екенін, мысалы өзіңіз бір көйлек заказ берейін деп тұрсыз, иә, сіз. Егер сіз көйлек заказ берейін деп тұрсыз, өзіңіздің салмағыңыз бен бойыңызды продавецке жазып жіберсеңіз, продавец сізге қандай размер заказ беру керек соны айтатын болады. Продавецтен жауап келді. Енді соны копировать етіп аламыз. Бірінші тұрғанда басып, оны Яндекс переводчикке апарып ставить етеміз. Так, профессиональным дейді. Так, бұл жерде емкость дейді ғой. Сонысын айтып тұр ғой деймін. Так, қайтадан жазып көрейін. Вес, именно осы товардың салмағы. Сұрап көрейін қайтадан. Можно примерно вес товара деп сұрап көрейін. Осы қызылды басып отправить етеміз. Неге қазір бізге продавец жауап береді. Осы жерде сіздерге тағы да бір затты көрсете кетейін. Мына жерде скриншот жасап алсаңыздар, мынау тұр ғой қасында, сообщениенің қасында, сол арқылы біз продавец оны оқыды ма, оқыған жоқ па біле аламыз. Мінекей. Көрдіңіздер ме, мына жерде прочитанный деп тұрады. Осылай жіберген смс-тарыңыз продавец оқыды ма, оқыған жоқ па біліп аласыз. Так, бізге продавец жауап берді. Енді осыны копировать етіп, Яндекс переводке апарып салып көрейін не дегенін. Так, в деньгах дейді. Так, осы жерде сіздер Tap Translate деген программаны қолдасаңыздар болады. Өте жақсы перевод жасайды. Менде қазір запись экранын жүргендіктен ол программа дұрыс істемей тұр. Сондықтан қазір мен Яндексті қолданып тұрмын. Енді кімге қай вариант ыңғайлы, соны қолданады. Не жерде мен қайтадан сұрақ көрейін. Сколько весит данный продукт? Басқаша сұрақ көрейін. Продавецтен не дейтін? Так, оқыды. Енді жауап күтейік. Так, жауап жазды. Копировать етіп аламыз. Сосын Яндекске апарып жазамыз. Не дейді? Так, несколько литров профессионально дейді. Так, нақты жауап берген жоқ. Давайте сіздерге бұл емес. Так, басқа товардың салмағын сұрап көрейін сіздерге. Продавецпен қалай сөйлесу керек, соны көрсетіп жатырмын. Так, мысалы, мына пылесосты көрейін. Так, мына пылесоста продавецке жасайтын жер шығады қазір. Мінекей. Так, мынаны басып, продавецке жазып жібереміз. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Сосын. Так, скажите, пожалуйста, сколько весит данный продукт, товар. Так, продавецтің жауабын күтеміз. Қазір жауап береді. Так, оқыды. Так, мінекей астында жауап берді. 2 килограмм. 2 кило 100 грамм ба, сондай ғой, примерно. Мінекей осылай продавецтен товардың салмағын сұрап біліп алсаңыздар болады. Перевод жасаудың тағы бір түрі, ол экранды скриншот жасамай-ақ перевод жасау. Мінекей сіздерге қазір осы товардағы жазылған отзывтарды ешқандай скриншотсыз перевод жасауды көрсетейін. Мінекей мына жерде отзывы все, астына қарай сәл түсіп, мінекей мына тұрған отзывты переводтап көрейін. Мінекей мына тұрған значокты бассаңыз, осы экранда тұрған барлық қытай жазуды сізге түсінікті тілге аударып береді. Ешқандай скриншот жасамай аудару үшін бізге Google Play'дан Tap Translate деген программа бар. Соны скачать етіп алу керек. Мінекей Google'ға Tap Translate деп жаздық. Мінекей орнатуды басып, өзіміздің телефонымызға жүктеп аламыз.
Осы программаның бір минусы ол рекламаны өте көп шығарады. Мінекей рекламаны алып тастаймыз. И мына жерде бізге қажетті тілдерді таңдаймыз. Ағылшын тілінен де аударсаңыздар болады кез келген сайттарды. Мінекей біз мына жерде мына Chinese Translate деп тұр ғой, традиционный деп тұр ғой. Вот соны таңдап қоямыз. Қытай тілінен сізге қандай тіл қажет, қазақ па, орыс па, сол тілді таңдап аламыз. Мінекей мына бірінші тұрғанға Қытай тілін жазамыз, екінші тұрғанға мысалы қазақ болса қазақ, орыс болса орыс тілін таңдап қоямыз. Мен қазір қазақ тілін таңдап қойдым. Сосын телефоныңыздың настройкасынан дәл осы программаға разрешить етіп қойсаңыз болады. Мінекей осы программаны тауып аламыз. Осы жерде басып, мінекей мына жерде көк қылып қоямыз осылай. Осы настройкасын жөндеп алғаннан кейін мінекей өстіп мынаны басып, қазір бастауды басамыз. Мінекей өстіп, мінекей сізде осындай значок шығады. Жаңа мен көрсеткен осы значокта мысалы қазір Pinduoduo сайтына барып қалай жұмыс жасайтынын көрсетейін. Мінекей так, мына жерде мысалы мен мына тапочканы көрейін. Мінекей тапочка кіргеннен кейін осы жерде мына Қытай жазулардың барлығы не деп тұрғанын осы значокты басып перевод жасап алсаңыздар болады. Мінекей көрдіңіздер ме? Осылай сізге перевод жасап береді. Пайдаланыңыздар, өте ыңғайлы. Бұл көбінде отзывтарды оқығанға өте ыңғайлы. Pinduoduo сайтының перевод жасаудың тағы бір түрі ол через скриншот арқылы перевод. Мінекей мына жерде қазір мен осы бетті скриншоттап алайын. Мінекей скриншоттан кейін мына жерде отправить дегенді басып, осы жерде сразу Яндекс переводчикке апарамыз. Мына жерде мінекей удалить после отправки дегенге осылай көк галочка қойып қойсаңыз, осы суретті перевод жасап болғаннан кейін удалить ететін болады. Яғни сіз жасаған скриншоттарыңызды кейін галереядан өшіріп отырмайсыз. Мынау автоматты түрде удалить ететін болады перевод жасап болғаннан кейін. Мінекей осылай бізге сразу Google Яндекс переводчикке жібердік. Енді қазір переводын күтейік. Мінекей бізде осылай барлық экрандағыны орысшаға аударып берді. Енді кез келген бір жерін басып, өзімізге қажеттісін белгілеп алсақ, осылай бізге именно сол жерде не жазылып тұр, соны перевод қылады. Мінекей осылай каждыйын үстінен сызып, мысалы каждый иероглиф тұр ғой, соны үстінен сызып шықсаңыз, сол иероглиф қандай мағына, қандай сөз екенін сізге осылай шығарып береді. Мінекей көрдіңіздер ме? Өте ыңғайлы. Бұл да мен де кейде осыны пайдаланамын. В основном Tap Translate деген программа бүкіл экранды жауып тастаған кезде осылай жеке перевод жасаймын. Особенно заказ берген кезде, жаңағы размерлерді, товардың наименованиясын көрген кезде осылай пайдаланамын. Келесі перевод жасау түрі ол мына Google-ға немесе Яндекске дәл осылай Chinese Online деп жазсаңыздар, енді ағылшынша қалай оқылатынын білмеймін. Именно бірінші тұрған сайтқа кіріп, осы сайт арқылы перевод жасап алсаңыздар болады. Мінекей қазір клик. Мінекей мына жерде біз мына тұрған жерге, мысалы мен мына жерге платье деп жазайын. Кейде біз Pinduoduo сайтында платье деп жазсақ, мужской рубашкалармен бірге шығады. Бұл сайттың бір артықшылығы, сіз бір сөз жазсаңыз, сол сөзге қатысты бірнеше вариант шығарып береді. Мінекей мына жерде өзіңіз көріп тұрғандай, женское платье, жай, мысалы платье деген сөз, так, длинное мужское платье дейді, той көйлектеріне арналған, там, пальто, одежда, так, мінекей көрдіңіздер ме? Бірнеше вариант шығарып берді мына жерде. Енді сізге осы жерде қайсысы керек, қайсы вариант сізге жақынырақ, соны копировать етіп, Pinduoduo сайтына апарып қойсаңыз болады. Ставить етіп, мына жерде мен мысалы мына үшінші тұрғанда үстінен басып тұрып, мінекей мына жерде үстінен басып тұрып, копировать етіп аламын. Сосын оны Pinduoduo сайтына апарып қоямын. Мінекей верхняя одежда деген таңдаған болатымын. Қызылды басып іздейміз. Көрдіңіздер ме? Бізде осындай
вариантта шығарып берді. Мінекей, өте ыңғайлы, жақсы жұмыс істейді. Так, мына жерде мысалы сіздерге тағы да бір вариантын көрсетейін, қалай жұмыс істейтінін. Так, торжественное платье дейді ғой, соны копировать етіп, соны іздеп көрейін. Так, мына жерде апарып ставить етейін. Қызылды басып іздеймін, не көрдіңіздер ма? Именно сәнді көйлектер, сондай варианттарды шығарып берді. Өте ыңғайлы, тоже қолдансаңыздар болады. Приложениясы да бар, скачать етіп алсаңыздар болады. Сайт арқылы да перевод жасай берсеңіз болады. Енді бұл жерде мен пример ретінде көйлекті ғана қоя салдым, сіз кез келген затты іздесеңіз болады. Мінекей, дәл осындай вариантты пайдаланып, сіз кез келген Қытай сайттарын переводтап алсаңыз болады. Мейлі ол Pinduoduo болсын, 1688 болсын, Taobao болсын, Tmall болсын, кез келген сайтты перевод жасап аласыз. Видео сізге пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркеліп, менің жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Келесі видеода кездескенше.